Әлде шынымен кетуім керек пе? Жоқ. Олай ете алмаймын. Олай ете алмаймын. Айрон! Кешегі үйден кетерде берген әлем қайда? Бірерге олмайсың. Кетіңді жиғыз. Кетіңді жи. Иә. Бәсе, кетуден басқа амал жоқ емес, кетуім керек. Зураш! Бізді қайтпексің, Зураш! Өзіңді туған қызымыздан кем көріп өшедің ғой, Зураш! Құдай-ай, енді не істеймін? Енді қайттым. Мұна түбі түскірдің күні де неге сонша қапыры? Жеңеше! Жеңеше! Олыма қызыл гүллағым қоштасқан. Жеңеше! 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 Маған бүгін алғыс жариялар. Қызылбұршылардың курсына да бар десті. Соншалық көңілім тасып, басыла алмай тұрмын. Жеңеше, анау биік заңғартаудың басына шығып ап, бар даусыммен айғайлағым келеді. Егер құшағыма сыйсам, бүкіл тауды құшақтап алар ем. Ал сен ше, жеңеше, құшақтар ма едің? Иә. Сен не дедің? Тауды құшақтар ма едің деймін, жеңеше, сен не сөз бесіне алды? Жоқ, естіп тұрмын ғой Майраш. Ой, қызық-ай, не екенін білмеймін, жүрегім алып ұшып барады, жеңеше. Жеңеше, жеңеше дейді. Bir söz айтайын, сенен шығармайсың ба? Әрине. Ішімде жатады ғой, ә? Майраш, немене сенімнен кетіп барам ба? Жеңеше, ренжіп қалдың ба? Саған сенбесем, сенен ақыл сұрайын ба? Бірақ бұл жолы айтарым өзгеше, жеңеше. Өмірлік мәселе. Жүрегім өлпілдеп кетті. Білесің бе, жеңеше? Иә. Азамат бар ғой? Иә. Әскерден қайтқанда 2 жыл аяқ басып барады. Бас қосақ деп жүрген жоқ па? Бірақ мен де көмбейін қызарып жүргенді білесің ғой, жеңеше? Әрине. Немене? Азамат жақсы жігіт, ә, жеңеше? Әлде нашар ма? Жоқ, Майраш. Жақсы жігіт қой. Осы күзде үйленетін болдық, жеңеше. Үйленетін болдық деймін. Майраш, ал атамды ше, ол кісіне тастап кетесің бе, Майраш, айтшы? Неге тастаймын? Жеңіспек бар, сен барсың ғой. Мен... Не болды, жеңеше? Маған қараш, басың өте шулапсың ғой. Қалтайтпа, жеңеше, көзің айтып тұр ғой, не болды енді? Айтшы, қашаннан бері осындай қалдым. Сүріңді жасырмайтын едім, о менен. Майраш, еркем. Қалай? Қайтадан айтшы, қайталашы, жеңеше. Майраш деймін, еркем деймін. Ризамын, жеңешем, ризамын. Тергемей атымдата деп сен келгелі жалынып жүріп, ақыры көндірген екен. Ризамын саған. Тату кісілердің өстіп ататаған дұрыс емес пе? Естуге де жақсы. Иә. Жеңеше, көзіңде жасың үзіліп кетті ғой. Әлде бір жерің ауырып тұр ма, айтшы енді? Жоқ, Майраш. Онда не болды? Сүріп жіберсің қабағыңды. Ашы бұрынғыдай жай! Қойшы, жеңеше. Қойшы. Тағы тергемей. Майраш, тергемей-ақ қояйын. Бірақ бар ғой, білесің бе? Бұдан бұлай қарай сенің атыңды атасам да бәрібір ме етейін. Немене? Кеттің келе ме? Ақыры ана жеңгеңнің түріне ердің бе? Әкемді ердің бе ондайды? Онда неге арасым өйтпеші? Әкемді жерге қаратып кетпейтініңе сенем, жеңеше. Не дедің? Кетпейтініңе сенем деймін. Кетпеші, жеңеше. Айтшы. Азамат сені анау алыс қалып кете ме? Алыс қалып кете ме, айтшы. Жоқ. Ана біздің үйдің артындағы там бар ғой? Иә. Мейірім қолдың тамы ше? Иә. Соны сатып алғалы жатыр. Азамат өзінен тест бар. Стамбулдан аласыпты. Жақында көшіп келеміз дейді. Майраш, келші. Онда бар ғой. Онда тіпті жақсы емес пе, иә? Атама жақын тұрасыңдар. Қарай басып тұрасың, солай етесің ғой. Солай етпегенде ше, жеңеше, мен де қатты қуанып жүріп, бір-бірімізді сағынбайтын болдық. Biz ikimiz bayağına şaşırıp, әрдайым бірге
Майраш, атам қайда кеткен? Пристанға кеткен. Әкем Жеңісбек екеуі бірге кетті, жеңеше. Пристанға? Иә, пристанға. Атам күндіз аққа сенің жолыңды тосып жүреді. Ал енді мен... Ей, Жекентай! Ей, әкелдім анасында бәлем! Ей, әкелшек! Ой, Құдай-ай! Қанша айтам саған мына бәлем үйге алып жүрмесе? Ей, Жекентай, қой, ішпек мана. Су қашпеші, қарным ашты. Қазір атаң келген соң бәріміз бірге отырып шай ішеміз, е? Ол көптен келмеледі ғой. Неге көптен келеді? Көл жағасында қалып қалды ма? Мен аяқ баспаса, мен кінәм емес қой. Сен неге күтпедің? Атаңды өстіп далаға тастап кете бересің де өзің Жекентай. Су қашпеші еді. Қойшы енді Жекентай, қойшы. Қойшы, қазір атаң келсін. Ал көрейік сол пристанда не бар екен? Пристанда ата екеуміз жүргенде мынандай дәу бараққа ондай болмас еді ғой. Одан әскерлер түсті. Олар құшақтасты, сүйісті, жылады. Содан кейін аттарын алдырып үйлеріне қайтты. Ана жерде бір кішкентай келіншек тура ұятсыз екен. Қойшы енді Жекентай, қой. Ал атаң екеуі не істеді? Ата екеуміз көл жағына түскен шығып, атам жылады. Жылады ма? Я жылады. Күнде ел-жұрт тарап кеткеннен кейін атам жылайды. Кетсең көрге отырып өреді. Суға түспешедім, жұмақта кішкентай қарашпын шу. Қазір енді қазір атаң келсін, е? Бәріміз бірге отырып шай ішеміз, сосын мен саған тоқашы да беремін. Атаңды күтейік, е? Атаң келсін. Жекентай. Атам сұрашпен майышпын. Қаша. Кішкентай бала мен айқаса бермей сұрағанын берсеңдерші. Өтірік айтам. Бәріміз отырып бірге шай ішейік дегенді қой, әке. Ай, сен осы оңбассың. Кейін өзіңнің балаң болады. Соны тәрбиелеп ал. Менің Жекентайымда шаруаларың болмасын. Құлым. Ой, ата, болыспасаңыз да болады. Неге болыспай? Күшігіме беріңдер тоқаш. Ал, Жекентай, айта қойшы. Кімді жақсы көресің? Сені. Қалай кімді жақсы көресің? Майраш апамды, бірақ Зуранышы? Зура соған деп. Ата соған. Соғып көрсін осыдан. Ата айтшы, Зура жаман ғой, а? Құлыным. Зура бәрімізден жақсы. Иә. Майраш, ата үйде не? Иә, үйде. Амансыз балды. О, Құдай, келіңіз. Төрлетіңіз, Құдай. Iya, Жақсы жеттіңіздер ма? aman etsen жақсы, өздеріңіз. Үйір қуатсыздар ма? Ниет түзу екен, Құдай. Iya. Жаңа ғана міне шайға отырғалы жатыр ек. Майраш, Ау, әке. шайың даяр болса алып кеш. Ана қазанға ет сал. Жоқ, әлі болмаңдар, етті жеп жүрген жоқ болса. О, несі, Құдай. Сал. Асықпай ырғалып, жырғалып қайтарсыз, Құдай. Кетпес құдағы, кешке жақын әтістер келіп, тәшіп көреміз. Сонымен, Құдай, ауылдарыңызда қандай гәп бар? Құдеке, ауылымызда не гәп бар дейсің, ешқандай да гәп жоқ. Егістеріңіз қалай? Әбден жақсы. Iya, биыл егіс деген Биыл дәмді жақсы, жақсы. биыл Ой, жақсы. жеке, Әкел дейді. бала ғой, Құдай, бала. Ойлаған ойлы. Қаш отырмыш жеңет деген Құдеке. Мына Болатбек сіздердің ұлдарыңыз болса, біздің жолымыз болып еді. Қызымыз Болатбек дейтінді тапқанда сондай сүйсінген еді Құдеке. Алайда Құдайдың бұйрығы сол анау соғыс қалып кеткен тұғыннан қайта бері орнына қолғызбады ғой Құдеке. Жаманатын естіп қой. Бұны қояйын, Құдай. Басқа әңгіме айтайын. Майраш, Ау, әке. шайың даяр болса алып кеш. Әй, о шайға бекер әлде болды. Керек. Иә. Қыз жақсы болса барған жер жартады, жаман болса қаштады деген. Құдайға шүкір. Қызымыз осы мүлде жаман болған жоқ. Сіздер де оған тіл тигізген жоқсыздар.
Осы күнге дейін аталығы жандар өмір сүрдіңдер құдеке. Айналайын құдағи. Орағытпай ашығын айтсашы, не демек ойың бар? Қызымызды қолымызға берсең дейін құдеке. Не дейді? Болтбек ұрыс басталған жыл мерт болды. Онан бері қарай 5 жылдан астам уақыт өтті. Осы күнге дейін қыз оны жақсы күтті. Ал енді келіндердің жаман аты шықпаған болса, ақ баталарını беріп кешірім етіңдер құдаларына. Сенің айтпағың осы екен ғой құдағи. Бірақ біліп қойыңыз. Менің сурам да сура. Менің келінім де сура. Болатбегім де сура. Таяныш тірегім де сура. Оны қолдан шығармайын. Есігесі бесін бер деген өтпеңіз ба? Болатбегім тірі. Менің Болатбегім тірі. Ол келеді. Болатбегім тірі, ол керек. Мен мына жаман күшікті күніне 2 мәрте етіп, пароходтың алдына мың барып жүргенімді естімей, көрмей жүрсіз бе? Ол жаққа мені үміт жетелеп апарады. Ал үміттіге Құдайдың берерін ұтпа құдағи. Ойбайым, ондай аттығын туса, менің басым түбем көкке жетпейді. Бірақ емес! Мен Болатбегім тірі. Болатбегім тірі. Айналайын құдекем. Құдекем, Болатбек тірі болатын болса, қайтып келетін болса, өз келіндеріңіз алмағанда басқарды болады. Ал енді оған дейін біздің үйде тұрады. Айналайын құдағи-ау, мына сіздің үйде тұрды не, біздің үйде тұрды не, оның қандай айырмасы бар? Күйеусіз қалған қызды қолға алу бір күннің міндеті. Олай етпесек әлгі ауылдағы елдің бетіне қарай алатын емеспіз тіпті. Ауылдағы елдің бәрі немене? Туған туысқаны жоқтарын бетер, жесір қыздарын әлі қолдарын алмағандарын қалай деп, қатын қалыштарын бәрі өсек қып жүр. Міне, осы өсек аяғына бізді жеп бара жатқан құдеке. Қандай тас бауыр еді құдағи. Ай, Зураш, мына жеңгеңе бірдеңе деп шығарып шал сөзі. Қыз уәдесін баяндап беріп қойған. Рас па құлыным? Ата, мен өлімді кешіріңізші, ата. Жеңгемнің сағын жұрт алдында сындыра алмадым, ата, кешіріңізші. Мені 2 мәрте өлтіргенің ба қызым? Неге өлтірсің? Ата, ойнамағанымызға. Ата, мен ұлымнан айыра көрмекші, ата, ұлымды беріңіз. Мені! Көрер көзге жер таянып ба қызым? Ұлымды беріңіз, ата. Жалбағала кешір қояқшы. Жоқ, жеңіспегімді тастап қайда барам, ата, ұлымды беріңізші, бәрі. Өлтірме! Көзіме көрсетпей алып кет. Ұлымды беріңізші. Айраш! Мына жеңгеңе айтшы, бұл баланы өзім-ақ тәрбиелеп өсіріп алам. Келмейіңізші, жеңгеше. Тастамаңызшы, жеңгеше. Жеңгеше. Әке, онда не бетім мен барам деп жатырмын. Қал онда. Анау ағаңды жұртқа бүлкі, дұшпанға таба болсын десең қал. Ой, есі жоғым. Кеткен қатынан ата-ененің баланы алып қалатты баяғыдан келе жатқан салт. Ол бала сен кейін өз ағызеп қалып алады. Оған мына басындағы шашыңа сені де сен. Ұқтың ба? Жар! Шекентай! 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 Апа! Апа! Жеңіспек, айтшы, апа, атам өлсін бе? Атам өлсін бе? Сен кетсең атам өліп қалады, Шекентай! Ата! Айтқа бұйырғанымыз құдеке. Құдай бұлай басқа ісіміз салмаса, бір-бірімізбен келіспесек сол құдеке. Айтқа бұйырғанымыз. Айтпақшан ал әлгі келіндеріңіздің мүлкіне не бересіздер? Ал, бәрін ал. Маған десең мына там үйді түрімен қопарып алып кет. Маған тек жалғыздың тұяғы қалса бұл. Ертең арбамен кеп тиеп кетеміз. Иманды болыңыз құдеке.
Tövbe. Sen vur kalk. Vur. Vur diyor bak. Vur. Sapay. Vallahi ne oldu sendерге, ha? Ой, ата өзі ғой. Я Ne ғой. Қандай жұмыс? Қандай жұмыс? Колхозда. Vallahi сендер бара беріңдерші. Мен өзім сөйлесем. Жүр. Жекентай. Жекентай. Ашу. Маған Жекентай. Қойшы. Жекентай. Үйге келген қонақты. Менің жаман әдет Жекентай. Ата әрден неге сөйте бересің? Мен саған қашан қайтам мына. Басқа біреуді алмағашын жәбірлемей жүр деп, а? Ой, мен демесің. Аналардан алған болды. Жекентай, екеуміз одан да мына сарайда ағашты аралап тастайық, а? Ой, ата, ананың бәріне. Ата, қош Қазір-ақ бітеміз. Ана, араны қылшылдатып тұр. Ой, ата. Ата. Жекентай. Жекентай, не болды? Айбай. Күшігім-ай, күшігім не болды? Соққысынан іске алайын. Күшігім-ай, Аяғым ауырды. күшігім. Ата! Мына аяғым екен ғой, мына аяғым. Айбай. Ай, жаман күшігім. Аяғым ата. Ойнағың келіп тұр ма? Ата шылым келді. Ата ойнайыншы, ата. Ата ойнайыншы. Ата, ойна. Ойна. Бұлда өсе жол жандағы қашанға дейін жалғасады дейсің. Ассалаумағалейкум, ақсақал. Ассалаумағалейкум, ақсақал. Молдеке. Амансыз ба? Алейкум ассалам. Ахуалыңыз жақсы ма? Жол болсын, Молдеке. Әлей болсын, ақсақал. Жүр, өлмей. Ақсақал асығыстау едім. Айтып қой бермеңіз. Асығыстау болсаңыз, айтыңыз әңгімеңіз. Енді айт десеңіз, мына сізді айтпға жайын деп келдім, ақсақал. Айтпа жықпа. Иә. Мойныма, мына мойныма қоя алсаң жығылайын. Қоя алмасаңшы. Каникул басталған оқушылардың барлығы колхоздың жұмысын жасап, шөп-шөмелесіп жатыр. Ана, жеңіспегің неге келмейді деген кетірсің. Оны өзім жібермейді. Ай, қойыңыз, ақсақал. Ана, жас неме, мына шілденің шіліңгір ыстығында басынан күн өтіп, мына шегіне қан үйіма деп қорқам. Жеңіспегімнің ырқынан шыға алмадым десеңізші одан да. Жеңіспекте сіздің ара түсетініңізді күні бұрын біліп алған, білгенін істеп жүр. Жұрттың алмағашында білдіріп жүр. Бұған да мейлі дейсіз бе? Ол мына өзіміздің бақшаның алмалары ол. Жаңа жинақ қойып, халық балдар. Жеңіспекке орынсыз ара түсем деп, сабағынан да нашарлатып жібердіңіз. Бір сабақтан күзгі сынаққа да қалды. Биыл класстан классқа көше ма, көшпей ма белгісіз. Үйде көрсеңіз тіпті білмеймін недерімді, ақсақал. Айналайын балам. Айтқаныңның бәрі жөн, бәрі дұрыс. Бірақ өзің білесің, бұл баладан басқа менің кімім бар? Мына көзімнің ағы мен қарасы да, барымда нарымда осы бала ғой мен. Бұл бала көзіме көрінбей кетсе, ана мәшиненің астына түсіп кетті ма деп. Болмаса, ана үлкен балалар үлкендігін көрсетіп соғып кетті ма деп.
Оның үстіне ананы істе, мынаны істе деуге де қаймыға берем. Ойбай ақсақал, өзіңіздің балаңыз болмаса кішкене қаттырақ ұстап тіпті арасында қағып жіберсеңіз де болады ғой. Бұл баланың күнгейде күйеуге шыққан шешесі бар. Айтыңыз ақсақал. Қатты айтсам, алып кете ма деп қорқам. Ей, мына шеше дегенің ойдан шықпайтын көрінеді ғой. Ара-тұра хат жазып тұратын көрінеді, бірақ маған білдірмейді. Барып айтсам қайтеді дейді алдында. Не дейін? Үндемей құтылдым. Ойбай, онда өзіңіз алып барып мауқын басып қайтпайсыз ба ақсақал? Оғанда жүрегім дауаламайды. Алып қалама деп қорқам. Ақсақал, баланы дұрыс тәрбиелесеңіз бұлай қорықпайтын едіңіз ғой. Сіз Жеңісбекпен сөйлесіңіз. Ертең жұмысқа барсын. Бүйтіп жалғыз жүре беретін болса... Балам, айтып. Ақсақал, сіз Жеңісбекпен дұрыстап сөйлесіңіз. Сізден тіліңізді алады. Ал енді мен жүрейін, ақсақал. Айтқа бұйырмасыз. Қайыр сау болыңыз. Әке. Әбден қарныңыз ашты ғой, әке. Тамақ ішіп алмайсыз ба? Қазір ана Жеңісбек келсін. Айтпаса тамақ ішпей жүре береді екенсіз. Сөйтіп жүре берсеңіз ауырып қаласыз ғой, әке. Тез келіңіз, жарай ма, әке? Тез келіңіз, әке. Раймон қамеласып кеткеп, жұрттың балдарын бәрі таласып алып жатыр. Ата, алып берші. Жекентай, кейін өскен кезде ол елесе бетті емес. Өзіңе мәшіне сатып аласың. Сен оданша жұрттың балалары құсап, ана колхозға барып жұмыс істеп, шөп шөмелесесің. Ой, ата, қойшы, ата, велосипед алып берші. Сондағы сенің қаның жүріп, бойыңда сергек болып өседі. Неге ақымақ баланың қылығын жасай бересің сен осы? Жаңа Шашеке ағайын келіп кетті. Шашеке! Анау ақсақ па? Келмесін, керіңдесіне. Ағайын адамға үйтіп айтпас болар. Естіп қалса сені жек көріп кетеді. Ата, алып берші. Андағы бәлеңді тасташы, тағы біреудің көзін шығарасың. Бересің алып бермесін. Тасташы андағы. Ата, берші өз бәріңізді соғырды. Ата, берші. Ата, берші дейін. Ата, қой дейін. Ата, берші. Бұдан екеу болмас. Ярудың ғой! Мен не көрасың, Не көрасың? Жеңісбек? Әй, Жеңісбек. Не болды? Ештеңе болған жоқ. Қызарып кетті ғой. Ұрған ғой баған, ұрған ғой. Аямай соққан бір балана. Соғыпты ғой сен аямай. Жоқ. Не болды? Ойбай, ай, шешесі көрген күнің құрсын осы сенің бар ғой. Шешесі көрген күнің құрсын. Жетінің болдың күні бар. Анаң тағы хат жазып етті ғой. Ала қош, тағыным саған тағы да хат жазып етті. Ала қош. Жекентай, берекем, маған тіпті келмей қойдың ғой. Әлде мені ұмыттың ба? 7 жылдан бері өзіңді бір көруге зармын.
Meni tanımay kalasın ba dep korkam. Ayasaңшы mına anаңды. Meni kıynamay kел. Kulunum, kelші. Үлкейгеніңді өз көзіммен көрейін. Кел, көлеңкем, кел, кел. Ал. Не ол дейсің? Барарың, атам. Атаң несі бар сенің? Мен жібермеймін атам. Өзі қашып кетті. Иә, сау. Не болыпты? Аяда елдің сендей балалар беттерісінен биялай жинап жүр. Ал сен болсаң жасқысың. Мен кетіп қалсам атам құрайды ғой. Ой, құрымайды. Құрайды. Құрымайды. Ана, нағашың деген бар ғой, Қаракөлден тақтай деп келеді жатыр. Егер сен анаңа барам десең, сені, мәншесен мәңгізіп алып, ананы апарып саламыз. Онда атамнан сұрап көрейінші. Ой, жетпес атаң сені ұрыншасы не? Оған жоқ ат, тамашы. Оған жоқ ат. Olmasa da ben сезіп тұрмын ғой. Сен орында болсам, мына жерде 1 минут тұрмайды, қайтып бара жатырмын ба? Жеңешем маған ағыл дейсің. Өзімде анамды көрдім бе? Әрине. Сағынып жүр. Білдірмей қашып кет деп тұрған жоқпын ба дейді. Барасың ба, бармайсың ба? Бармаса мен кеттім. Мен кетіп қалсам атам сосын. Таң атқанша ұйқы көрмей нені іздейді. Айтпақшы, ұмытқыр баспайды. Ұмытып барады екен ғой. Ана саған мотоцикл алып қойдым деген. Мотоцикл? Иә. Жалған айтып тұрсың ғой. Жалған айтып, мен жынды болып тұрмын ба сен? Мотоцикл? Кәдімгі люлькасы бар ма? Оны люлькасы деген. Люлькасы деген андаш? Жанына отырып отырып. Осылай айтыңызшы, жандардың отырып. Үштен келесің бе? Ай жоқ, маған 4 дөңгелек айтқан. 4 дөңгелек пе? Жеңіспен, барасың ба, бармайсың ба? Сорлы қатын. 4 дөңгелек деген мотоцикл болмайды ғой. Ой, маған 4 дөңгелек деді ғой енді. Бармайсың ба, бармасың ба? Барам. Онда бар, киім шығарып жүр. Осылай жүре берейінші. Анда келіп болады енді, ош тез киім шықшы. Жеңеше, қазір күтетініміз онда. Келіп болады емес пе? Келіп қалыңыз қазір. Бола ғой, бол. Ата дейді. Оларға қалай? Қандай дедіңіз? Түсі қандай? Ойбай, атайын деді. 4 дөңгелек дедіңіз ба? Ой, ұраларыңдағы. Төбет, мынаның жетекке де икемі жоқ қой, я. Әй, Жекентай, атаң саған не әкелгенін қарашы. Міне, ел әсәбетіңді әкелдің судай жаңа. Әй, Жекентай, Жекентайымнан мені артына өңгеріп алам екен. Біздің бала бұны айдай алам өзі. Жекентай, әй Жекентай, Майраш, о Майраш, сенікінде Жекентай болса жіберші бер. Жоқ, біздіңде жоқ әке. Онда өзіңге. Әй, Жекентай, қолдығың болайын, Жекентай, кешеді, қараш. Жекентай, әй, мынаны айдай алам екен. Шайтанар алып келдің, көрші. Кімге әке? Өзіме. Ой, қойыңызшы. Жекентайға қой енді, Жекентайға қой. Ой, алмай-ақ қойсаңыз, не етті әке бұны? Алмасыма қойды ма? Жылап бәле қылды ғой. Басылатын еді ғой, сұрағанын әпере беріп жаман үйретіп жүрсің. Әй, оны қойшы, өзі. Тамашын ба? Сенен кеткеннен бері оны әлі көре алмадым әке. Сен, бич. Мынаны қой. Сырт жақтарын көріп бе. Қайдеке мен ішін көрейін. Жекентай! Әй, Жекен. Жекентай! Құлдығың болайын, Жекен. Әй, сені мына ұрған қолым неге ғана сынық болмады екен, а? Жекентай! Ол енді кешке дейін жылап отырады. Жекентай. Әй, енді мына жаман атаңды кешірсе. Жекентай. Майраш, бар ма? Әке. Кетіп қалыпты әке. Қайда? Шешесіне кетіп қалыпты. Не дейсің? Рас айтам әке бұны. Бұрын салғат кеткен әйелдер көрсін. Шұбақ Құдай! Енді маған осыны көрсетейін десіңде! Оны ұрған қолым деген арасында қалмады! Сен неге маған бұндай хабар алып
естіген жоқпын деймін. Сылтауыңдап даяр тұрады екен, кісінің жасын сыйласаң еді. Айқайлай, даусым қарлықты. Кешкі сағат 6-да ауруханадан дежурда едім, соған дейін Жеңіс бегім деп зарға арасында жүресің. Ана ертеден қара кешке дейін жұмыс істеп жүрген күйеуімді бір сәт ойласаң қайтеді. Сыртыңнан сыр білдірмесең де, ішіңде не бар екен маған біліп жүрмін. Менің баламды бұрынғы күйеуіңдей көрмейсің ғой, шіркін. Бұрынғы күйеуіңде оған тіл тигізбеңіз. Ол жамандығынан өлген жоқ. Ой, мынаны қара. Тілімнің ашысын көрдің бе? Қашанда маған айтатыны. Пәленше деген сестра пәле болып қалып, соның міндетін орындадым. Түгенше деген сестра түге болып қалып, соның орнында жұмысын атқардым деп үй көрмейсің. Немене, ауруханада сенен басқа сестралар көріп қалып бе? Жоқ дегенде кісіні заржа қылмай, өзің біліп істемейсің бе? Қазірім қашан? Түс баяғыда алған жоқ па? Қазір шай қайнамай жатыр. Бол тезірек, шайын қашан қайнайды деп, орада тұтан шайым жоқ. Келінді осылай тұқыртып алмаса, кейін басына шығып кетеді. Астапыралым. Көргенсіз. Әдепсіз. Қаята бабаңнан көріп едің, құманның аузынан су ішкен. Көргенсіз. Тоқашпеші. Тоқашпеш. Қарным ашты. Қарның ашса не істеймін? Беш тоқаш. Не сен отынға жұмсаған? Бешеу. Беш тоқаш. Мә, жет. Сағынбеш. Беш тоқаш. Осы жердегілердің барлығы таңнан кешке дейін ақымай жеп жатыр деп ойлайтын тәріздісің. Бешеу. Жоқ дедім ғой саған. Жоқ. Жекентайым, өзі берем. Құрт жейсің бе? Науыт жейсің бе? Өзін әперем. Жекен, жекен, әперем. Жекен, қой. Жекен, өзін берем. Әкелші. Жекентай, әкел. Ақылың бар ғой, өзін берем. Құрығы. Ойбай берем. Шайтандай шылт етіп, келе қағанын көрмейсің бе? Кісіден қай бұғуды да білмейді. Келгеніне шартай болмай жат. Кісіне көзіне демін. Көрсетермін саған асықпа балым, жүгендермін. Бұл үйде біреуің бетіме қарап үн қата алмассыңдар. Көрсетермін бәріне. Қайрысыз өскен неме, жетімек. Жетімектен көрген қорлығым. Қадымда тоймайды өзінің. Амансыз ба бәлем? Ойбай көтек. Шүкір. Кім боласыз? Танымадым. Жүрген бір жолаушымын да. Келіңіз. Төрлетіңіз. Мына үйлеріңіз. Көшеде не дәуір жырақты екен. Сұрастырып жатып әзер жетті. Қайдан келе жатырсыз? Теріскейден келем бәйбіш. Ой, сонша жырақтан ба? Иә. Қайрудан боласыз. Қыдықпын бәйбіше, қыдық. Қыдық деген ру бар бәйбіше. Құшшы деген естуіңіз бар ма? Иә, құлағым шалған. Құтшы деген ру бар ма өзі? Иә. Сол кейін өзгеріп қыдық болып кеткен көрінеді. Бас аяқ 200-ге тартайымыз. Қонсымыз сонау таластың бойы. Қайсы бір рудан болсақ та бәрібір емес па, бәйбіше? Иә, әрине, дұрыс айтасыз. Сураш. Айдалайды, Сураш. Suraj! Suraj!
Beri koy. Zuraşacağım aynalayın bakalım. Belki kaydan bir şal gelip uyumның төріне көз жасын тақты деп, төкті деп, айында көрмең. Неге айтып қайырайын? Бұл өзімнің қызымнан кем көрмейтін келінім еді. Амал не? Бұл келінімнің бетіне де қарамаспын дегенмін. Ойбай, сонша неге ақшыландыңыз? Қайсы бірін айтайын бәйбіше, қайсы бірін айтайын. Сураш, айналайын мынаның ішінде Майраштың салып берген заттары бар еді мына. Бәйбішенің алдына қой, ауыз дейсің. Өзің неге жемейсің айналайын? Шай құюдан қол тимей жатыр да, кейін жейді. Алтыным, неге сонша жүдегенсің? Ауыр сырқаудан саумысың? Тамақтан қағажу дейсіз бе, тәй. Олай ойлап не қылайын бәйбіше? Қазір халықтың жағдайы өте жақсы. Жаңа жолда байқадым, егістеріңізде бітік өскен екен. Енді елге тек берекесін берсе болғанда. Бәрінен де осыны айтыңыздар. Соғыс дегеннің ат өшсе, қандай жақсы болар еді. Айтпақшы, Жекентай көрінбейді ғой. Көй, әлгінде ғана келіп кеткен жүрген шығарттамады. Далада ойнап жүрген. Сураш айналайын. Ақсақал, аумин дейсі. Асқан алып берсін. Аумин. Ал, Сураш айналайын. Отырған аларыңды чинап ана. Шегізбекті. Шақырып кел, атасы әже көмші. Келіп отыр ғой. Немереңізді алып кеткері келдіңіздер, ақсақал? Бәйбіше, жалғызбын қиялы ғой. Олсыз мына таңым атпады, кешім батпады. Нәл қуаттың қайғанына қарамай келіп қалдым. Бірақ енді Сураш не дейді екен? Ой, Сураш не деуші? Сағыныштары басылды. Сураш мауқын басты ғой. Құдай ұрмаса сізбен бірге ертіп жіберер баланы. Ай, қайдам. Жаңа бала туралы әңгіме болғанда келіннің жүзі бозарып кетті ғой. Не болды? Таба алмадың ба? Ой, жыраққа ет қалыпты. Солда сөздекен шақырмайсың ба? Шақырмайға не өзі келе жатыр ғой. Ал ақсақал, бүгін жүресіздер ме? Сол, бүгін қайтсақ па дейміз бәйбіше. Ой, сонша алыс қой. Бүгін шықсаңыздар, бүгін жетесіздер. Мәшине шықса жетеріміз, болмаса біреудікіне түнеріміз. Келін, ана, Жеңісбектің мұнымын дайында тездет. Атасын көп күттірмей тездет. Жеңісбегім, Жекентайым өзі не дер екен? Ой, мынау алып қалғысы келіп тұр ме еліне? Апа! Жекентай? Апа! Жекентай не болды? Апа, ақша емес! Апа, ақша емес, ақша! Қандай ақша, Жекентай? Кино кет, балдар барамыз. Қандай кино? Ақша емес, Жекентай. Күшігім. Ата? Жекентай. Жаман күшігім. Жекентай. Жекентай. Ата. Жекентай, сен сағындым ба? Мен де сен сағындым, ата! Қайда Жекен? Қайда балам? Ата қайда? Өзіміздің үйге, ана өзің айтқан елестебетті алып қойдым, Жекентай. Ата, мен мұнда апаммен қалып жүрейінші. Жекентай. Аңсақ балдар сен. Жекентай. Жекентай. Айналайын, Сураш. Өзімді туған қызымнан кем көрмеуші едім ғой, Сураш. Қуатымның тайған кезінде жалғыздың
Yakına talaspasang bolar edi Qaysurash. Öbürüz yokmasa men deyman ata. İsterimді істеп ал. Қыл арқанмен қыл бұрау сал. Енді неге көзіңе ақ түсіп тұр? Табаламаңыз. Табаламаңыз. Бірдеңеге түсініп сөйлеңіз. Ей, түсініп сөйлейін бей. Ей, мынаның маған ақыл үйреткісі келеді. Ей, ақылың асып бара жатса, біреудің баласын неге алып қаласың? Иә, айтшы. Біреудің баласы? Біреудің баласы ма екен? Жеңісбек менің балам, ұқтыңыз ба, менің балам. Сенің балаң ба? Ана келгелі бері бақтың бәрін бүлдіріп бітті. Ондай бейбаста, ондай пайдасыз, мойынға масыл пәленің маған түске де керек жоқ. Жоғалт әлі. Осы сөзді айтуға қалай аузыңыз барады? Жек көрсеңіздер ішіңізде ұстауға болмады ма? Ой, енді сенен қорқуым керек пе? Онда жаңа атасын көрінше неге айтпадыңыз? Хей, миың бар емес пе? Миың бар емес пе? Бөтен кісінің көзінше мен қалай айтам? Әне, атасы ұзаған жоқ. Тілді ал. Жеңісбекке біреуді жүгіртіп жібер, әйтпесе өзің бар. Мен барып атасын шақырып келе қояйын. Енетай жоқ. Жеңісбекті сіздің балаңыз ғой, бауырыңызға басыңыз. Әй, көп сөйленеші. Енетай, өскенде бір кәдеңізге жарайды ғой, алып қалайық. Алып қалмаймын дедім. Алып қалмаймын. Жібер. Мен атасын шақырып келе қояйын. Жоқ, жоқ, шақырмайсыз. Шақырмайсыз. Ой, қане, ұр мені, саба мені. Сізді сабамаймын да. Ұлымды да жібермеймін. Мені ұлымнан айыруға ешкімнің қақысы жоқ. Жібересің. Өйтпеске шараң да жоқ. Жібермеймін дедім, мен жібермеймін. Сотқа бересің. Балам екеуміздің киім-кешегімізді ауырлатпай ақ қойыңыз. Менің тапқан даянғаным жетеді, тіпті бар ғой артылып қалады. Онда бізге қиын болатын. Бәрін бүлдіріп, қиратып бітетін болыңдар. Апа! Жекетай. Апа! Жекетай не болды? Апа, балалар! Қай балалар? Кинодан балалар ұрды. Қайға жүрсің ұрды ма енді? Сөйтті апа, өшіреттің алдына шығайын деп ұмтылып еді. Мен сыртқа сүйреп шықты да. Мен бастал ұрды. Жалып кетті маған. Жекентай, сен ұрып жатқанда ана достарыңе ара шабуға жарамады ма? Олардың бәрі қарап тұрды ғой, сауап осы керек, сол керек осыларды. Одан кейін Қабасақал деген кісі бар еді ғой сол. Иә. Үйінен атып шықты да. Бұл қайткендерің, кетіңдер қанеке деп еді, бәрі мен тастай қашты. Одан кейін анандай жерге барды да, бәрі маған жетім деп айғайлады. Бұл жаққа неге бардың енді, байғұсым-ай? Кино көрмейміз бе? Кино мен қара жерге кір, ұқтың ба, қара жерге? Өзің таяқ жеп келсем тілдейсің ғой тіпті. Не кірасың? Сен түгіл бар ғой, өлтірем сені, өлтірем. Байғұсым-ай. Азапты жаным-ай. Неге шақырдым екен сені бұл жаққа? Енемнің сырын біле тұра неге
çakırdım. Köyünden aksır salı oynayan dostlarından bölümü sürgenliğin buna dönüyümün boy. Babalın soğuska olsun. Soğuska! Polat benim. Oğlum Polat benim. Bana karaysın Polat benim. Beni sakatlık var Polat benim. Ben de seni sarıldım Polat benim. Arman kıyalıklı sarıldım Polat Bey. Önümde sarıldım Polat Bey. Şırkaşımır oğlum. Azamat bolsan, er bolsan, kıynaldım, taldım demişim. Jetim menen jesirдің жанына дақ салмайжым. El moynuna жүк түссе, көтеріп оны жеңілден. Айзасын кезіп жау келсе тайсалмай оны жеңіп. Әке, ол жылды кішкентай кезінде өзің үйретіп едің ғой. Қайратың қайда әлде одан тандың ба? Ел мойнына жүктісі. Көтеріп оны жеңілден. Найзасын түйреп жау келсе. Көтеріп тайсалмастан жеңіп өт. Соғысқа кеткен жалғыз мен бекен мен сияқтылардың талай кетпеді ме? Кәне соның қаншасы қайтып оралды. Туған күнін көре алмай зарлап қалған сендей әкелер аз емес қой. Менің арманым соғысқа қос аяғыңды берсең де анау жетімек жеңіспегімді жетім қылдырмай қарайып жүрсек болды емес па маған? Жетім қалған жалғыз жеңіспегіміз қаншама балалар жетім қалмады ма?
Болат бегім соғыстан келеді деп қайғыра бермей, одан да сол немереңді бауырыңа бас. Қайтып басам! Санаңмен сарғая бермей, көңіңді бөлсең, бауырыңа бассаң, ол да сенің туған немереңдей болып кетеді ғой. Мен сенің күш қуатыңа сенемін, әке. Мен саған сенем, әке. Мен саған сенемін, әке. Әке! Болатбек! Әке! Болатбек! Болатбек! Oğlum! Bolatbek! Kılıdım Bolatbek! Bolatbek oğlum! Atam ben Bolatbek емес. Жеңісбек oğul. Ey küçük!
көрермендер, бүгінгі біздің әке тағдыр атты қойылымымызға келген қадамдарыңызға көп рахмет. Бүгін мінекей Кербұлақ аудандық мәдениет үйі жанынан ашылған Күреңбел халық театрының да ашылғанына 5 жылға таяу уақыт болған екен. Жақында ғана сіздердің баталарыңызды алып, алғыстарыңызды алып, халық театр атағын қорғауға дайындалып жатырмыз. Сондықтан келген қадамдарыңызға көп рахмет және осы бір керемет кештің ұйымдастырылуына себепші болған спорт және мәдениет тілдерді дамыту бөлімінің басшысы Гүлмира Дүйсебековна, өзіңізге көп рахмет. Әбдез Сарбаев атындағы мәдениет үйінің директоры Оралбек Еркінұлы, сізге көп рахмет. Көңілдеріңізден шықты деген ойдамыз. Ата-аналарымыз құрметтейік. Келесі бір керемет кеште жүздескенше аман сау болыңыздар. Ертең облыста осы спектакль арқылы біз ауданның намысын қорғайтын боламыз. Барлықтарыңызды ертең кешкі сағат 17:00-де Талдықорған қаласы Тәкен Рақышев атындағы филармонияда күтеміз. Келесі жүздескенше аман сау болыңыздар. Бәрі